Ассалаумағалейкум. Қазіргі қоғамда өзін төмен санайтын, орысша айтқанда самооценкасы төмен адамдар өте көп, ұл қыздар. Сондайларға айтарым. Сіз білесіз бе? Жер бетінде сізге ұқсаған адам жоқ. Сіз Алланың ең бір керемет жаратылысының бірісіз. Себебі бүкіл әлемде қаншама адам бар, мысалға 9 миллиард адам болатын болса, 9 миллиардтың ешқайсысының мынау саусақ іздері бір-бірімен сәйкес келмейді. Ойлаңыз. 9 миллиардтың адамның бір-біріне сәйкес келмейді саусақ іздері. Осыдан ақ сіз біле беріңіз өзіңіздің ерекше жаратылған жаратылыс екеніңізді. Сіз осы бір информацияменен өзіңіздің самооценкаңызды көтеруге болады. Білесіз бе? Мен сияқты жоқ. Әлемде мен сияқты адам жоқ, ойлаңыз. Мен сияқты келбетті, кескін келбет дәл маған ұқсайтын. Кішкене бір ұқсастықтар бар шығар, бірақ жан дүниесі басқа. Менен оның саусақ іздері басқа. Ал мен сияқты жоқ. Осындай болу керек адамның өзіне деген ой пікірі. Сол кезде сіз кез келген ортада, кез келген жерде өзіңізді жақсы сезінетін боласыз. Ал бұл нәрсе сізде жоқ па? Өзіңізді жақсы сезінбейсіз. Сізге қиын. Күн өткен сайын қиын бола береді себебі. Ойлаңыз, сіздің не ойлап өзіңізді төмен санап жатқаныңызда айналадағы ортаның дым шатағы жоқ. Сен өзіңді жақсы сезініп отырсың ба, жаман сезініп отырсың ба, ешкімнің оған басы ауырмайды да. Бұл сенің өзіңнің ішкі ойың, ішкі арпалысың, өзіңді өзің жеп, өзіңді өзің төмен санап отырасың кез келген жерде. Ал басқаға оның түкіргені бар. Сен сөйтіп ойлап отқаныңды да ойлап отқан ешкім жоқ. Сол үшін ойланыңыздар. Ойланыңыздар. Ешкімнің ештеңесі кетпейді сіз өзіңізді төмен санағаннан. Сіз төмен болмайсыз одан. Төмен санай берсеңіз өзіңізді жеп, өзіңіз күннен күнге басып отыра бересіз, бірақ олай жасамаңыз. Олай жасамаңыз. Себебі сіз ондай емессіз. Сіз миллион, миллиардтардан біреу адамсыз. Соған шүкіршілік етіңіз одан да. Тастаңыз артық ойларды. Адам өз ойының өз құрбаны деген. Құрбан болмаңыз, өзіңіздің ойыңызды күшейтіңіз. Сіз керемет адамсыз. Мен де сондаймын. Аман болыңыздар.